Блоктар жүйесіне есеп қарастырайық. Бізге жүк берілген, оның салмағы F болсын. Осы салмақты көтеру үшін қандай күш түсіруіміз керек? Бірінші блок ол жылжымалы, яғни мына күш ол салмақтан 2 есе аз болады. Келесі блок жылжымалы, болды 2 есе түсіп береді, яғни 2-ні 2-ге бөлеміз 4 болады. Келесі үшінші блокты жылжымалы, болды 2 есе түсіп береді, яғни оны тағы да 2-ге бөлеміз. Сонда F бөлу 8. Соңғы бізде жылжымалы блок, ол да бізде 2 есе түсіп береді, сонда бізде мұнда F бөлу 16 болады. Ал соңғысы ол жылжымайтын блок. Мұны байланып тұр. Жылжымайтын блок күштен ұтыс бермейді. Ол да сонда F бөлу 16-ға тең болады. Яғни F күшті тарту үшін біз 16 есе аз күш жұмсаймыз. Көлбеу жазықтыққа есеп қарастырайық. Берілген суретте бізде жүк F күшпен тартып отыр. Жүктің салмағы 60 ньютон, көлбеу жазықтық ұзындығы 6 метр, биіктігі 2 метр. Оны есептеу үшін күштің салмаққа қатынасы биіктіктің ұзындыққа қатынасына тең. Бұдан күш табу үшін пропорциямен бұл көбейту болып барады. Көбейту H бөлу L. Біздің формула. Бұдан күш табамыз. Салмақ бізде 60 ньютон, биіктік 2 метр, ұзындық 6 метр. Метр қысқарады, 6 мен 60 қысқарады 10, сонда бізде 20 ньютон болады.